Елімізде биылғы жаздың ауа райы көңіл қуантарлық емес. Нөсерлеп жауған жауын адамдардың көңіл күйіне ғана емес, жолдардың сапасына да әсер етуде. Сондай-ақ өте маңызды экспорттық шикізат болып табылатын бидай мен басқа да дәнді дақылдар мәдениетінің сапасына да әсер етеді. Жауынның пайдасы көп пе, әлде зияны көп пе? Жалпы мұндай ауа райы 2016 жылғы егінге қалай әсер етеді? Оны бүгінгі бағдарламада білетін боламыз. 2015 жылы көктемгі егістік жұмыстары қызатын мамыр айында егін егу кешендері шелектеп құйған жауыннан егін алаңына шыға алмаған еді. Ауа райына бола астық егетін негізгі өңірлердегі егістік жұмыстарын кемінде 10 күнге кешіктіруге тура келді. Дер шағында үлгермеген соң көп шаруалар егістікке шілденің басында бірақ шықты. Ал 2016 жылы керісінше, жылы ауа райы мен жауын-шашынның аз болуы егістік жұмыстарына өте қолайлы болды. Биылғы жылдың көктем мезгілінде ауа райы егіншілер үшін қолайлы болып, егістік науқанын дер кезінде аяқтауға мүмкіндік берді. Дәнді дақылдар мәдениетінің егістік алқабы 14,5 миллион гектарды құраған болатын. Ал бұл белгіленген жоспардың 100%. Ауыл шаруашылығы министрлігінің деректері бойынша 2015 жылы жоспарланған 14,5 миллион гектардың 11,5 миллионнан аса гектарына жаздық дәнді дақылдар егілген. 2016 жылы көзделген жоспар 100%-ға орындалған. Қазақстанда 3 негізгі астық егетін өңір бар. Бұл облыстарда жоспар толық орындалған, тіпті кейбірінде артық орындалған. Солтүстік Қазақстан облысында 3 миллион 210 мың гектар, Ақмола облысында 4 миллион 200 мың гектардан аса, ал Қостанай облысында 4 миллион 200 мың гектар жерге егін егілген. Тәжірибесі айтарлықтай Евгений Лавровтың арпа егістігі Ақмола облысының Целиноград ауданында орналасқан. Оның айтуы бойынша биыл өнім жақсы, әр масақта шамамен 30 дәннен бар. Бірақ санының көптігі сапасының жақсы екендігін білдірмейді. Ылғалдылық егістіктің жағдайына айтарлықтай әсер еткен. Есть видно даже поражение. Міне бірден көрініп тұр, жапырақтары зақымданған, көгерген, зиянкестер де бар. Ал мына жерде масақтың 1/3 жоқ, енді дәнге толмайды. Мұның бәрі ауа райының әсерінен, тіпті бойын көтере алмай тұр. Сондай-ақ химиялық өңдеу мерзімі өтіп кеткен, бірақ мол жауын-шашыннан кейін арамшөп қайтадан қаулаған. Қазір оны улау кеш және техникада дымқыл топырақта жүре алмайды. Ал егер жаңбыр тоқтамаса, егін біркелкі піспейді, түбінен қосымша өркен өседі. И также влажность. Жартысы піскен, жартысы әлі көк болады. Мұндай жағдайда астық жинау мүмкін емес. Ылғалдылықтан піспеген. Көк болған соң астық шығыны көп болады. Сапасы да жақсы болмайды. Астық пісетін уақытта күн ашық әрі жылы болуы керек. Бидайдың сапасы күн сәулесінің көлеміне байланысты. Қазақстандық дәннің маңыздылығы 30% болуымен танылған. Күннің бұлыңғыр болуы астық жинау кезеңінде үлкен мәселе болмақ. Опасность того, что Біз үнемі тікелей комбайндау тәсілмен жинаймыз. Егер жаңбыр болса, қосымша жабдық аудару дестелегіштер жинағыштар қажет болады. Бізде олар жоқ. Бұл қосымша шығын. Жаздың қалған уақытымен ең бастысы егінді жинау кезінде диқаншыларды қандай ауа райы күтіп тұрғанын Қазгидрометтен білетін боламыз. осадки это лимитирующие факторы. Қазіргі дән жинақтау гүлдеу кезеңіндегі температура жалпы қолайлы шекте. Температура шамамен 22-23 градус болуы керек. Қазір Цельсий бойынша 19-25 градус шегінде. Бұл қалыпты жағдай. Жауын шашынның көп болуы жалғыз ғана жағымсыз фактор. Басқаның бәрі жақсы. Табиғаттың кез келген ауа райы жақсы болса да, фермерлерге күннің көзі мен жаңбырдың аз болғаны керек. Қазгидрометтің солтүстік астықты өңірлерге айтар жақсы жаңалықтары бар. На начало августа мы ожидаем. Тамыз басында температураның күндіз Цельсий бойынша 28-33 градусқа, түнде 15-20 градусқа дейін көтерілуін күтеміз. Орташа температура шамамен 25 градусты құрайды. Шығыстан соғатын жел секундына 9-14 метр болады. Бұл өте қолайлы жағдай және дәнді дақылдардың жылдам пісуіне мүмкіндік береді. Астық пісетін кезеңге арналған болжам қуантарлықтай. Дәнді дақылдардың уақытында пісіп, шаруалар астықты күзгі салқынға дейін жинап үлгеруіне сенейік.